Бүгінгі дәрістің негізгі тақырыбы электромагниттік тербелістер және толқындар. Бұл электромагниттік толқындар мен тербелістердің маңызын жақсы білеміз. Себебі мінекей қазіргі қолданып жүрген құралдарымыздың барлығы осы электромагниттік толқын шығарады. Яғни электр тоғы бар жердің бәрінде де электр сәулелері, яғни электр тербелістер мен толқындар болады деген сөз. Дәрістің негізгі жоспары бұл электромагниттік толқындардың негізгі ұғымын қалыптастыру және толқынның түрлерін тоқталу, негізгі сипаттамаларын айту және сонымен қатар электромагниттік толқындардың таралу механизмін түсіндіру. Электромагниттік толқындардың әртүрлі шкалаларын сараптап талдау және соңғы мәселе жалпы электромагниттік толқындардың қасиеттеріне тоқталамыз. Электромагниттік толқын дегеніміз жалпы сіздер жақсы білесіздер. Бізде жаңа айтқан тоқты біз екіге бөлеміз дейміз. Шын мәнісінде ол екі емес. Тұрақты ток, айнымалы ток, үшфазалы ток. Осыған байланысты кернеулер не алып отырады, өзгеріп отырады. Енді көріп отырсыздар, көбіне біздің қолданатынымыз айнымалы ток. Үй тұрмысы болсын, өнеркәсіп болсын, өндіріс болсын, байланыс болсын, бәрінде де электр тоғы пайдаланады. Бірақ онда электр тоғының кернеулері өте жоғары, 380 вольт. Мінекей осы 380 вольтты біз пайдалану үшін бізге қажетті құралдар, олар трансформаторлар. Яғни кернеуді реттеуші құрал ретінде пайдаланады. Бұл жерде айтып отырған себебіміз, кез келген электр тоғы бар жерде электромагниттік тербеліс бар. Ал электромагниттік тербеліс белгілі бір жылдамдықпен ортаға тарайтын болса, ол бізге электромагниттік толқынды беретіні түсінікті. Міне осыған байланысты көптеген мысалы айталық толқындарды қарастырған уақытта біз механикада екі түрін барын білеміз: көлденең толқындар және қума толқындар. Міне осыған байланысты электромагниттік толқындарда көлденең қума бөлінеді. Бірақ электромагниттік толқындардың жалпы табиғатын қарастырған уақытта сіздер білесіздер, Максвелл теңдеулері. Максвелл теңдеулерінде екі өріс бар: электр өрісі және магнит өрісі. Себебі электромагниттік деген осыдан шыққан. Егерде жалғыз ғана электр өрісі болатын болса, онда электр тоғы әрине болар. Бірақ немене? Жалпы физика курсынан жақсы білесіздер, электр өрісі бар жерде магнит өрісі бар, және электромагниттік индукция заңы бойынша керісінше. Магнит өрісі бар жерден біз электр өрісін шығарып алуымызға болатындығы түсінікті. Осыған сәйкес электромагниттік толқындардың жалпы қасиеті жөнінде күні бүгіні физиктердің алдында үлкен мәселе тұр. Қандай мәселе? Бірінші, ол мынау біздің қазіргі жер бетіндегі біздің күнделікті пайдаланып жүрген толқындарды біз зерттеп болдық. Ендігі мәселе осы метагалактикадағы электромагниттік толқындардың табиғатын қарастыру. Ол немен байланысты? Ол элементар бөлшектердің шығуына байланысты. Біз жалпы жақсы білеміз заттың агрегаттық күйлерін. Енді әрине мектеп курсында да, жалпы курста да оны көп қарастырмайды, себебі жоғарғы физика деген бар. Сол жоғарғы физикада заттың неше күйі бар десе, біздер кейбіреулер үшеу дейді, кейбіреулер төртеу дейді. Енді мектепте үшеу деп оқытқасын үшеу деп айтатын болар, бірақ шын мәнісінде төрт күйі бар. Төртеу емес, қазір тағы біреу қосылып жатыр. 5 күйі бар. Олай болса, төртіншісі плазма, бесіншісі мынау элементар бөлшектерге сәйкес бозондарға қасиеттерін анықтап, соған сәйкес ат қойылған Хиггс бозон деп аталады. Олай болса, жалпы физикадан жоғары деңгейде білімі бар адам заттың 5 агрегаттық күйін біледі. Осы 5-ші түрі Хиггс бозоны. Көріп отырсыздар, электромагниттік толқындардың таралуын ары қарай зерттеуге мүмкіндік туғызды. Себебі сіздер жақсы естіп жүрген шығарсыздар, мысалы қара дақ деген бар. Мінекей сол қара дақтың да пайда болуы осы электромагниттік толқындардың әсері. Енді электромагниттік толқын біз көбіне айтамыз, күн сәулесі таралып жатыр, жарық. Ал Максвелл теориясы бойынша жарықтың өзі немене? Электромагниттік толқын деп түсіндіріледі.
электромагниттік толқын бағатын болса, оның жылдамдығы бар. Эйнштейннің постулаттарына сәйкес электромагниттік толқынның жылдамдығы әрине жарық жылдамдығындай болады. Жарық жылдамдығындай. Енді қазіргі физиканың дамуына сәйкес Эйнштейн бұл 20 ғасырдың басында ашты квант теориясын 1905 жылы. Ал оның бер жағында бір ғасырдан астам уақыт өтті. Ғылым мен технология дамып жатыр. Міне осыған сәйкес жарықтың жылдамдығынан да артық жылдамдықпен қозғалатын бөлшектер бар екеніне анықталып жатыр. Неміс ғалымдары осы элементар бөлшектердің жылдамдығын зерттеп, енді әрине кезінде Эйнштейн қателесті деп айту қиын, себебі ол кездегі ғылымның дамуымен қазіргі дамуын салыстыруға болмайды. Өз заманында Эйнштейн әрине көптеген заңдылықты бізге ашып берді. Осы айтып отырған жаңағы Хиггс бозонының ашылуына себеп болғанда сол Эйнштейннің постулаттары. Егер де Эйнштейннің мысалы айталық электромагниттік толқындарды сипаттау жөніндегі теңдеулерін біз білмесек, дәл қазіргідей элементар бөлшектерді біз зерттей алмаған болар едік. Сондықтан мінекей қазіргі электромагниттік толқындардың қасиетін білу өте маңызды болып есептелінеді. Енді сіздер жақсы білесіздер, мектеп курсында да болды, жалпы физика курсында да бар электромагниттік толқындар шкаласы. Ол негізгі 3 параметрге сәйкес жиілік, амплитуда және энергиясына сәйкес орналасқан. Ал рентген сәулелерін жақсы білеміз біз. Бірақ қараңыздар, рентген сәулесін көп пайдалануға болмайды. Себебі интенсивтілігі өте жоғары. Ал рентген сәулесі түгіл, мысалы ультракүлгін сәулені де көп пайдаланбаймыз. Белгілі бір уақыт, мысалы айталық, белгілі бір минуттың ішінде ғана. Себебі бұл сәулелердің барлығы да электромагниттік толқын. Электромагниттік толқынның сәулелену деп атаймыз біз. Мінекей осы сәулеленудің ішінде көптеген, мысалы айталық немене, мысалы адамның өміріне қауіпті сәулелер шығады. Күнделікті біздің пайдаланып жүрген мынау электр тұтынушы құралдардың барлығы да электромагниттік сәуле шығарады. Бірақ енді әрине көріп тұрсыздар, мысалы біз айтамыз, телефонды зиян, компьютерді зиян деп. Әрине белгілі бір уақыт аралығында пайдалансаңыз зияндығы аз сезілер еді. Бірақ енді таңертең кешке дейін әрине отырсаңыз, сіздің нерв жүйеңізге, бүкіл ағзаңызға әсер ететіндігі ол шындық. Ал ол не? Ол жаңағы біз айтқан электромагниттік толқынның әсері. Сондықтан мінекей қараңыздар, электромагниттік толқынның жалпы қасиеттерін біз білу үшін Максвелл теңдеулерін жақсы білеміз. Электростатика, электродинамика үшін, электр өріс үшін 2 теңдеу, сосын магнит өріс үшін 2 теңдеу және дифференциалдық интегралдық түрлері бар. Осыған байланысты Максвеллдің 8 теңдеуін осы электромагниттік толқындарды түсіндіруге біз пайдаланамыз. Енді электромагниттік толқындардың жалпы сипаттамасы жөнінде айтатын болсақ, жақсы білеміз біз, мынау Эйнштейннің салыстырмалы теориясы бойынша толқындардың таралу жылдамдығы аз да болуы мүмкін, көп те болуы мүмкін. Осыған байланысты біз жаңа жоғарыда айтып кеттік, негізінен электромагниттік толқындардың таралу жылдамдығы бұл жарық жылдамдығындай жылдамдықпен таралады. Олай болса, лезде шапшаң таралады екен. Мысалы, біз қазір отырмыз. Отырған уақытта электромагниттік толқын бар ма деп сұраса, біреу бар дейді, біреу жоқ дейді. Себебі электромагниттік толқын бар. Қараңыз, қолыңызбен бүйтіп қараған уақытта сізге ештеңе білінбейді. Ал егер де сіз судың ішінде тұрып қолыңызды былай сермейтін болсаңыз, онда сізге бір кедергі білінер еді. Осы отырғанда біз айналамызды толып тұрған, қоршап тұрған электромагниттік толқын сәуле. Оны демонстрациялайтын құралдар бар, жеткілікті. Мысалы айталық, мынау компьютердің, ноутбуктың немесе телефонның шығарып жатқан электромагниттік сәулесінің айтпағанның өзінде кез келген ортада электромагниттік толқын таралып жатыр. Олай болса, электромагниттік толқынның біз енді әрине зияны жөнінде айтып жүрміз. Мысалы айталық, көптеген әсіресе мынау үй тұрмысында қолданылатын телевизор бар, басқа да мысалы айталық электрлік құралдардың әрине қазіргі технологияға байланысты жаңа жетілген түрлері бар.
бірақ шын мәнісінде электромагниттік сәулелену бар деген сөз. Қазіргі медицинада қолданып жүрген барлық құралдардың бәрін қараңыз, сіз УЗИ-ге барыңыз, кардиограмма түсіңіз, немесе томограф тағы бірдеңеге барсаңыз да, сізді немене сағаттап жатқызып қоймайды. 20 минут әрі кеткен уақытта, 5 минут, 10 минут. Себебі ол адамға әсер етеді. Тек қана адам емес, кез келген ортаға әсер етеді, тарайды. Ал мінекей олай болса, біз электромагниттік толқынның қасиеттерін, физикалық қасиеттерін қарастырған уақытта біз осы негізгі сипаттамаларын білуіміз керек екен. Негізгі сипаттамалары қандай? Ол жиілігі қандай, толқын ұзындығы қандай, соны білуіміз керек. Егер де қысқаша мысалы айталық инфрақызыл немесе ультракүлгін сәуле болатын болса, онда олардың өзіне сәйкес жиілігі мен толқын ұзындығы бар. Мінекей, сондықтан көріп отырсыздар, мысалы неге біз гамма сәулелерін пайдаланбаймыз? Гамма сәулелер. Соңғы уақытта мінекей физика ғылымының негізгі жетістіктерінің бірі бұл кванттық генераторлар. Осы электромагниттік толқындардың негізінде пайда болған. Ал кванттық генераторлардың негізінде біз қазір лазерлерді көп пайдаланып жүрміз. Ал лазерлер тек қана секунд, мысалы айталық, минутта оны пайдалануға болмайды. Себебі оны көріп тұрсыздар, жаңағы электромагниттік толқынның әсері өте күшті болатындығы, өте күшті болады. Міне осыған байланысты біздер енді әрине электромагниттік толқындықты түбегейлі зиян деп айтпаймыз, керек ол бізге, қажет те, мысалы айталық. Мінекей қараңыздаршы, күн сәулесі таралып жатыр, электромагниттік толқын. Ал егерде жазда 40-45 градус болатын болса, қандай болар еді, мысалы айталық? Адамға әсер етеді. Себебі немене? Мысалы айталық, қан қысымы, жүрек ауруы, басқа да мысалы айталық. Міне олай болса көріп тұрсыздар, сол электромагниттік толқынның әсері бұдан да күшті болады, бұдан да күшті болады. Біз енді қазір қарастырған уақытта ол электромагниттік толқындардың қасиеттерін айта бермейміз, себебі күнделікті өмірде кездесіп жатқасын оған көп көңіл бөлмейміз. Енді электромагниттік толқындардың жалпы шығуы, ашылуы жөнінде мен тоқталмаймын. Сіздер оны жалпы физика курсынан білесіздер. Гейгер шөгуі жөнінде, анау жаңағы мысалы айталық алғашқы Поповтың радиоқабылдағышының шығуы, мінекей радио толқындардан бастап. Қараңыздар, көріп отырсыздар, осының барлығында да мысалы айталық жаңағы Максвелл теңдеулеріне сәйкес бізде электромагниттік толқындар шкаласының негізінде электромагниттік толқынның таралуы көрсетілген. Естеріңізге түсіріңіздер, электромагниттік толқынның таралуы синусоида график. Бірақ синусоида оларына перпендикуляр орналасқан. Перпендикуляр. Слайдты кейін жіберем, слайдта көрсетілген осы. Екі перпендикуляр бет қараңыздар. Мысалы айталық мінекей горизонтал және перпендикуляр. Егерде горизонтал бетте мысалы электр өрісі орналасатын болса, ал перпендикуляр бетте магнит өрісі орналасқан. Осылайша жаңағы магнит өрісі менен электр өрісінің перпендикуляр орналасуы бізге электромагниттік толқындардың қасиетінің негізгі сипаттамаларын анықтап көрсетеді. Енді жалпы қолданылатын электромагниттік толқындардың біз көпшілікте мысалы айталық қасиеттерін қарастырған уақытта, олар мысалы айталық толқындық қасиетін жақсы білеміз біз. Толқындық қасиетінің ішінде интерференция, дифракция, поляризация. Және оптика курсында біз жақсы білеміз дисперсия құбылысын. Ал жарық дегеніңіз электромагниттік толқын, олай болса, ол да толқындық теорияға алады, жатады. Міне осы интерференция, дифракция құбылыстарын біз жақсы талдап білуіміз қажет екен. Бұл негізгі электромагниттік толқынның сипаттамалары. Енді жалпы электромагниттік толқындардың диапазондары жөнінде айтатын болсақ, бұл немен анықталынады? Бұл электромагниттік толқындар шкаласымен анықталынады. Оның ішінде жақсы білесіздер сіздер, радиолық толқындар диапазон деп атайды, инфрақызыл, сосын көрінетін сәулелер, одан кейін ультракүлгін, сосын рентген сәулелер. Қазіргі соңғысы гамма сәулелері. Болашақта жаңа біз айтып кеткен заттың 5-ші күйінің ашылуына байланысты, яғни Хиггс бозонына сәйкес, бұдан да басқа сәулелердің қатары толықтырылуы мүмкін. Себебі астрономдар мен физиктердің зерттеп жатқан ғылыми нәтижелері осыған әкеліп саяды. Сондықтан мінекей көріп отырсыздар, күні бүгінгі біздің осы электромагниттік толқындар шкаласының сипаттамасын біз қарастыра отырып,
Бұның ішінде әрине көп қолданатынымыз әрине. Мысалы айталық, күндізгі жарық көзі дейміз. Күндізгі жарық көзі. Шын мәнісінде күндізгі жарықтың да, көріп отырсыздар, таралу жылдамдығына сәйкес, жиілігіне сәйкес, оның да белгілі бір зиянды, пайдалы жақтары бар екендігін. Әрине оны біз физикалық тұрғыдан түсіндірген уақытта біз оны не істейміз? Интерференция қоғылысын қарастырғанда монохроматты сәулелерді анықтаймыз. Дифракция қоғылысында да қараңыздар, жарықтың, біз кейде мысалы айталық, телефонмен сөйлесіп отқан уақытта айтамыз, ой, байланыс болмай қалды деп. Неге байланыс? Себебі дифракция қоғылысына ұшырайды. Себебі сіз қараңыз, мысалы ғимараттың анау жертөле дейміз ғой, подвал түсіп кетсеңіз, ол жерде мысалы айталық байланыс жоқ болуы мүмкін. Себебі дифракциялық әсер етіп жатыр. Сосын дифракция қоғылысына сәйкес кез келген анау сіздер жақсы толқынды көз алдыңызға елестетіңізші. Толқын мысалы суда бір үлкен мысалы айталық бөрене ағып бара жатыр. Ал сол бөрененің жан-жағын суына алады, толқындары оралып өтіп жатады. Міне дәл осындай құбылыс электромагниттік толқындарда да байқалады. Бұны біз не істейміз? Дифракция қоғылысы деп атаймыз. Дифракция қоғылысы. Олай болса көріп отырсыздар, интерференция мен дифракцияның негізгі қасиеттерін біз білуіміз қажет екен. Жалпы электромагниттік толқындар жөнінде әрине Максвеллден бастап біз қазіргі элементар бөлшектерге дейін қарастырып жатырмыз. Барған сайын электромагниттік толқындардың сипаттамалары кеңейе береді. Негізінен 3 параметрді біз айттық. Электромагниттік толқындардың тиімді және зиянды жақтарында қарастырдық. Электромагниттік толқын қазір біздің өмірімізде, техникада, экономиканың барлық саласында электр тоғымен жұмыс істейтін құралдардың бәрінде де шығарылады. Сондықтан жаңағы қауіпсіздік ережесін сақтап жұмыс жасауымыз қажет. Енді әрине электромагниттік толқын қазір ғылымның дамуына сәйкес бұның жетістіктері өте көп. Сондықтан мінекей күнделікті өмірде біз осы электромагниттік толқындардың қасиеттерін тереңірек зерттеп, оқып үйренсек, біздің мысалы айталық жаңағы танымдық, дүниетанымдық ғылыми тұрғыдан қарастырғанда білімі сапамыз артуы тиіс. Міне осы жұмысты жүзеге асырсақ, біз жаңағыдай электромагниттік толқындардың жалпы сипаттамаларын толықтай меңгеріп шыға аламыз. Дәріс аяқталды. Сұрақ болса, түсінікті болса, онда осымен аяқтаймыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.